Ұлттық тестілеуде істедіңіз ғой жаңа айтып өттіңіз. Сол жақта өзіңіз көп куәгері болдыңыз ба? Сондай істер қаншалықты кездесті? Әйтпесе, мынау менің балам еді, мынауын кіргізіп Ой, жіберші деген істер ол жақта көп қой. Қалай күрестіңіз деп жатқаным ғой. туыстардан айырылдық да айтуға да болады. Осы Иә. күнге дейін араласпаймыз, өйткені көп түскен осындай ұсыныстар. Бізде қалай ойлайды, егер сен оған жоқ десең, мә мынау өзінше болып кеткен, кіммен бірге өскендігін енді ескермейді, жаман адам, араласпай деген көзқарас бар. Бірақ қазір мысалы кез келген жерде менен сұрайды, қалай болды? Мен оны ашық айта аламын. Бір кісіге де көмектескен жоқпыз. Туысқандарымыз да тапсырған сол уақыттарында. Бірақ грантқа түспей, өз күшімен тапсырды. Бірақ мен оны неге айта аламын? Өйткені министр мырза осындай бізге деңгей көрсетті, және айтады, кім звондаса да, парламент, президент әкімшілігі кім болса да жоқ дейсің. Мен саған көмек көрсетемін. Өзім антикордан болып, антикор жағынан да бір тәжірибем бар, сондықтан маған тікелей кейбір кісілер айта алмады осылай. Бірақ шешу керек, ол ең бірінші мәселе. Қазіргі еліміздегі. Қазіргі емес, бұл сол 5 жыл бұрын болған жағдай. Өйткені мен өзім УБТ-ға барып, мысалы, Жетісайда айтайық, УБТ-ға өзім бардым. Өйткені УБТ кезінде бір ата-ана маған жазады, мен өз нөмірімді ашық көрсеттім. Кез келген бала, мұғалім, ата-ана маған жазып отырады УБТ кезінде. Бір апай жазады, дейді, бауырым, керемет айтасың, бірақ ол барлығы бос сөз. Неге солай жазасыз, апай, не болды? Бізде осындай күнде, қателеспесем, Момышұлы мектебі бар екен, сол түлектерді тапсырады, және олар уже шешіп қойған. Ақшамен, телефонмен кіреді, камералар қарамайды. Жоқ, ол мүмкін емес. Біз барлық жағынан керемет жағдай ұйымдастырдық. Интернет жағынан, трансляция жағынан. Бізге трансляция берген компания, ол футбол бойынша әлем чемпионат көрсететін компания. Яғни олардың серверлары мықты, ешқандай қиыншылық болмайды деп жауап бердім. Жақсы балам, қарайсың дейді. Отырамыз сол күні, және Жетісайдағы камера дұрыс істемейді. Байланыс деңгейі өте нашар, төмен, көрінбейді, қатып қала береді, картинка өзгерте береді, пиксельдер азаяды. Мен түсінбеймін. Біреуге біріншіден компания, қазір айтайын, Қазақтелеком емес, Астел ма, сол жергілікті осы байланыс ұйымдастыратын компанияға звондаймын. Жігіттер, не болды? Біз келістік қой, бізде УБТ бір айда осындай кем дегенде 10 мегабит болу керек. Жоқ, даке, қара, міне, бізде 12 мегабит запас бар, резерв бар, бізде барлығы дұрыс. Жақсы, анау бағана компанияға звондаймын. Жігіттер, біз келістік қой, арнайы сервер ашасыздар, бізге тікелей трансляция керек, сол уақытта реал тайм керек. Даке, қара, бізде 12-13% ғана нагрузка серверларға. Запас керемет, ол мүмкін емес, бізде емес. Мен түсінбеймін, не болды? Сосын бір маманды тарттым, ол айтады, арнайы бір техника бар, заңсыз техника, ол сигналды бұзады. Бірақ ол сен оны көре алмайсың, тек қана сол жерге барып. Жақсы, біз звондап, вроде трансляция жақсартты. Сосын көріп отырмын, бір уақытта свет өшті. Ешқандай трансляция да жоқ, интернет та жоқ, ештеңе жоқ. Телефонға звонса, ойбай, бізде авария, түсінбейтін жағдай болып кеткен, қазір даке шешеміз, тест өтіп жатыр. Сол кезде балалар тест тапсырып жатыр. Мен сол кезде өзіме бір жауапкершілік алып, тапсырма бердім. Болды, бүгін енді бітті. Кітаптарды алыңдар, нәтиже барлықтардың нәтижелері жойылады, УБТ қайтадан тапсырасыздар. Сол жерде шу шықты, аналар, көп балалар аналар бар арасында митингке шықты Жетісайда. Хайвай, айғай шу. Әкімшілік звондады, не істедіңдер, қайдағы, кім жасады? Мен айттым, мен жасадым, ол менің жауапкершілігім. Мен жауап берем. Өйткені осындай жағдай болды. Заң бойынша менде осындай құқым бар. Ол менің саяси шешімім. Кітаптар алынды, және мен айттым, енді мынау кісілер УБТ-ны ең соңғы күні 2 шілдеде тапсырады деп айттым, және өзім билет сатып алдым. Ешкімге айтпай, орынбасарыма да айтпадым. Астанадағы ұлттық тестілеу орталығында билет сатып алып, Шымкентке дейін самолетпен ұштым, такси жалдап, сол Жетісайға бардым. Сағат 6-да келдім. Алдымда полиция, ұлттық қауіпсіздік комитет жігіттері бір-біріне қарап, жүгіріп, кипиш болып,
мен түсіндірем жігіттер, егер бірдеме істесеңдер, өздерінің жауапкершілігі. Бірақ бүгін бұл жерде ең таза, ең әділ ұбт өтеді. Өз обалын өзіне, егер сен жасасаң, жасай бер, бірақ жауапкершілік болады. Сол кезде де 14 бала смартфонмен кірген. Сол кезде ең қызық жағдай, мен көп айтамын, кіргіземіз балаларды. Әр қайсының қалтасында 100-200 мың теңге. Наличкамен. Бауырым, сен базарға келдің ба, ұбт-ға келдің, не үшін керек саған? Мысалы, біз ұбт-ға карандашпен, қаламмен барамыз, кәмпит бар, су бар, болды, және өз білімін. Шпаргалкалар бар, шпаргалкаларды алады, тастайсың. Бірақ ақшамен келген балаларды мен бірінші рет көрдім. Жоқ, ағай, керек қой дейді. Күледі, жақсы. Сосын бір уақытта басқа бөлімде Ақбаян ханым деген апайымыз бар, Түркістанда белсенді. Күліп, ха-ха-ха-ха-ха-ха күліп жатыр. Ол қыздарды тексерген. Дидар ағай, келші мына жаққа. Келсем, 16 жастағы қыз. Не ол десем, мынау қыз Дидар ағаймен шешіп береді дейді. Түсінбедім, қалай шешіп береді? Міне смартфоны бар, қалтасында 200 мың теңге. Қолында. Дидар ағай, осы ақшам бар, давай шешейікші. Мен сізге 200 мың теңге берем, сіз мені өткізесіз смартфонмен. Шок болдым, шын айтайын. Қазір айтып жатырмын, шокта отырмын. Өйткені мен өзім қазір, мен 32-демін, түске келем ала жасы. Мені қазір ГАИ тоқтаса, мен онымен қалай сөйлескенімді ұяламын. Мен айта алмаймын, бір пара берем, шешейікші деген, аға деген, менде ол қобалжу болады менде. Ал 16 жастағы қыз маған тікелей ақша беріп, ұсынып, Дидар ағай, шешіп берейікші, міне смартфонмен кірдім, бірақ көз жұма салшы, міне 200 мың теңге бар. Және ол мен ең шок қылдыратын 10 жыл бойы ұсынылған пара. 7 сайдағы қыз. Әрине ол өткен жоқ. Біз оны ақшаны қайтарып, болды, сау болыңыздар деді. Өйткені заң бойынша, егер сен смартфонмен кіретін ниетің болса, сол үшін сені шығарады. Болды. ұбт тапсыра алмайды. ұбт бітті, бір 14 баланы біз, бір 10 шақты баланы кіру кезінде шығардық. 14 баланы ұбт кезінде ол смартфонды пайдаланды. Сосын мен далаға шығам, ата-аналар қайтадан митинг. Ойбай, балалардың құқығын бұздың, анау, мынау. Мен айттым, құрметті ата-аналар, мен Астанадан өзім арнайы сіздерге келдім. Өйткені бір ескерту болды. Бір рет айттық, әділ ұбт болады. Әрине бізде әр баланың басында қазіргі сияқты камера болған жоқ сол кезде. Өйткені ол бірінші жыл ұбт, екінші жыл. Үлгермедік ұбт-ны ауыстыруға, қағаздан компьютерге. Бірақ біз сізге айттық, ашық болады. Ойбай, балам не істейді? Енді қайтадан тағы да бір жыл оқысын, дайындасын. Келесі жылда компьютерлік ұбт болады. Әр баланың басында сергек тұрады. Оларға сол қарапайым сөздермен жеткіздім. Оқысын, немесе ақылы түрге түседі. Сол кезде көбісін жақсы деп көндірдік, бірақ шықты. Балам бергеші, міне қараш, тойға шақыру дейді. Бір аптадан кейін мен балам грантқа түсті деген той ұйымдастырамын. Бірақ грант нәтижесі 1 тамызда шығады. Ол 9-шы ма 10-шы шілдеде той ауылда ұйымдастырады. 100% 20 деп ойладым. Грантқа түседі деп мен ақша салдым. Тоймен не жасаймын? Үйлендіресің, не істеймін, қандай кеңес беремін саған? Болды, заң бойынша осындай. Бірақ аға қанша ақша бердіңіз? Мен 2 миллион теңге бердім. Тойға да 2 миллион теңге, 3 миллион теңге түседі. Сосын мен айтамын, аға білесіз ба? Сол кезде грантқа оқу 1 миллион 800 мың теңге. 4 жыл бойы. Сол мамандық бойынша. Сол ақша төлеп, ашық бармайсыз ба? Не үшін пара бересіз? Мен ауылға қалай айтам, сосын қуаныш баланы грантқа түсіре алмады дейді. Ол мәдени түрде менталитетте көтерілген. Түсіре алмады, Түсіре алмады, грантқа түсіре алмады. Мен аға, ол дұрыс емес. Жоқ, тойға адамдар келеді ғой, оларға не айтам, үйлендіріңдер, 1 жыл бар әлі, ол грантқа түспейді, мектепке бармайды. Тек қана үйлену, күлдік, бірақ ол халықтың көзқарасы. Ол өте нашар жағдай. Үйреніп кеткен, грант нәтижесі шыққан жоқ, ол той жасайды. ұбт-ға да барған жоқ, ол тойға шақыру деп жасады. Сондықтан сол кездегі ең көп әсер тигізген осы көрсеткіш. Ол тек қана Сарыағаш, Жетісай, оңтүстікте емес, солтүстікте де бар. Қазақстанның барлық өңірлерінде бар осындай көзқарастар. Сондықтан одан айырылу керек. Және біз оларға уәде бердік. Келесі жылда одан да қиын болады. Мысалы, мен 2019 жылда келдім,
115 мың бала өзімен бірге УБТ-ға 138 мың тыйым салынған заттарды алып келген. Смартфон, шпаргалка, наушник, тағы да басқа. 115 бала 138 мың. Яғни олардың ниеті алдау және осындай қисық жолмен, өз біліммен емес, қисық жолмен грант алу. Мен кеткенде 2021-де 22-ні алайық, 150 мың бала тапсырса, 700-800 ғана тыйым салынған заттар ғана қалады. Яғни 100 есе азайды. Балалар енді УБТ-ны өз біліммен тапсырады. Әрине, формат өзгертілді, жемқорлық да өзгереді. Анау IT технологиялар арқылы да кіреді, олар да бар. Жылына бір 2-3 қылмыстық істер қозғалады ұлттық қауіпсіздік комитетімен. Жемқорлық толық жойылды деп айтпаймын. Бірақ 100 есе азайды. Балалар, егер кез келген мұғалімді алып сұраңыздар, 2019-да қалай болды және қазір қалай? 11-ші сыныпта оқитын балалар сабақ оқиды. УБТ-ға дайындалады. Сабақ оқиды емес, УБТ пәндерін оқиды. Дұрыс айту керек. Тест жаттайды да айтуға болмайды, өйткені қазіргі біз тестті өзгерттік. Тест та өзгерткен. Мысалы, Абылай ханның атының қанша тестер болған сұрақтар мүлдем жоқ. Өйткені ол функционалдық, математикалық, басқа жағынан баланы бағалайды. Сол жағынан да көп жұмыс істелінген. Менен кейін Руслан Мырза келді, Емелбаев, ол керемет сұрақтарды жасады. Қазіргі таңда УБТ ең керемет мүмкіндік. Өйткені бізге бір уақытта 150 мың баланы бір деңгейде бағалау керек. Әкімнің, министрдің, қойшының баласы қызық емес. Бір деңгейде барлығына бір мүмкіндік жасау. Ал тесттен басқа осындай мүмкіндік жоқ. Сіздердің ұлттық тестілеу орталығына мұғалімдердің де тесті кіреді ме? Ұлттық біліктілік тестілеу бар. Ол мұғалімдердің де тестілеуі, мұғалімдерге де дәл осындай талаптар. Бірақ өкінішке қарай, кейбір мұғалімдер қазір маған ренжиді. Мұғалімдердің арасында да осындай шпаргалкамен, смартфонмен, әртүрлі құралдармен келетін мұғалімдер жеткілікті. Осы күнге дейін де. Және осы мұғалімдер өз пәнін білмей балаларға сабақ береді деп мен қанша қиын болмаса да мен солай айта аламын және егер ұлттық біліктілік тестілеудің нәтижесін алып дәлелдей аламын. Өкінішке қарай еліміздегі бір қиын жағдай, бірақ ауырды жасыратын өледі, оны ашық айту керек, деңгейін көтеру керек. Өйткені жалақы деңгейі көтерілді, соған сай талап да күшейді. Соңғы сұрақ. Қазір су басқан өңірлерге ақша бөлініп жатыр, жемқорлық фактілері де жоқ емес. Осыны бақылауды комиссияның арасында немесе антикормен бірлесіп сіздердің әділдік жолы ұйымы бар ма? Осындай қиын жағдай болғанда біз халыққа тегін заңды көмек желіні аштық. WhatsApp арқылы, қоңырау шалып арқылы халық бізге жүгіне алады. Мысалы, осындай жағдай маған залалды кім орнына келтіреді, қандай компенсация ала аламын, тегін заңды көмек көрсетіп жатырмыз осы күнге дейін. Онлайн, офлайн, телефон арқылы және жергілікті комиссияларға кіреміз деген ұсыныс бердік. Көбісі бір 70%-ға дейін өңірлер қабылдады бізді, өкілдерімізді. Бізде әділдік жолының 20 филиалдарымыз бар және ұсыныс бердік. Осындай сарапшы тарапынан кірейік комиссияларға, жұмыс жасайық, ашық, әділ болсын деп. Жақсы, рахмет бүгінгі сұхбатыңызға. Көрермендер, алдағы уақытта бізде тағы да қызықты кейіпкерлер, мамандар болады деп уәде береміз. Біздің арнадан алыстамаңыздар, жазылып қойыңыздар. Рахмет.